Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабаққа дайын болсақ, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Балалар, біз 3-ші бөлім табиғат физикасы, күш және қозғалыс бөлімін бастаған болатынбыз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауырлық күші дегеніміз не? Біз бүгінгі сабақта ауырлық күшімен танысамыз. Ауырлық күшінің білінуіне мысал келтіріп, оны сипаттаймыз. Ауырлық күшін анықтау мақсатында эксперимент жүргіземіз. Балалар, бүгінгі сабақта жақсы, белсенді жұмыс жасайсыздар деп сенемін. Есіңе түсір айдарында өткен сабақ бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Сұрақ-жауап әдісінде бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Жаңа білімді меңгеру мақсатында эксперимент жүргіземіз. Ақиқат, жалған әдіс арқылы бүгінгі сабақтағы білімімізді тексереміз. SMS әдіс арқылы өздеріңізді бағалай аласыздар. Балалар, ендеше біз өткен тақырыпты есімізге түсірейік. Экранда көрсетілген серіппелерден қандай күшті байқауға болады? Дұрыс айтасыздар, серпімділік күшін байқауға болады. Ендеше өткен сабақтағы тапсырмаларды есімізге түсіріп, келесі тапсырмаларды орындайық. Серпімділік күші әсер етіп тұрған денелерді анықтаймыз. Балалар, бұл тапсырманы барлығыңыз дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Ендеше дұрыс жауаппен өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Ракетка мен доп, жебе мен садақ, бұтақта отырған құс. Жарайсыздар балалар, жақсы жұмыс жасадыңыздар. Балалар, сұрақ-жауап айдарында берілген бейнежазбаға назарымызды салайық. Бейнежазбаны мұқият қараймыз. Допты екі қолмен жоғары көтеріп ұстап тұрып жібере салғанда, допты алға қарай лақтырғанда, допты жоғары лақтырғанда не байқадыңыздар? Неліктен әр жағдайда да доп жерге түседі? Себебі жер допты өзіне тартады. Яғни жер барлық денелерді, адамдарды, теңіз бен мұхит суын, үйлерді, жер серіктерін өзіне тартады. Жердің өзіне тарту күшін ауырлық күші дейміз. Ал енді балалар, айтыңдаршы, ауырлық күшіне қандай табиғат құбылыстары немесе қоршаған ортадан мысалдар келтіруге болады? Жарайсыздар, ауырлық күшіне қар, бұршақ, жаңбыр секілді табиғат құбылыстарын мысалға алсақ болады. Себебі қар ұшқындары, жаңбыр тамшылары мен бұршақтар жерге түседі. Сонымен қатар, ауырлық күшіне күз мезгілінде түскен жемістер, сарғайған жапырақтардың желдің әсерінен ұсақ бұтақтардың жерге түсуі де жатады екен. Балалар, ендеше ауырлық күшін анықтау мақсатында шағын эксперимент жасап көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл глобус, яғни глобус деп отырғанымыз жер планетасының кішірейтіліп жасалған шағын моделі. Енді мен осының үстіне кез келген затты қоямын. Балалар, сіздер білесіздер, жер планетасы шар тәріздес. Енді мен осы глобусты айналдырамын. Не байқадыңыздар? Әрине, қойған затымыз жерге құлап түсті. Ал ендеше балалар, қалай ойлайсыздар? Жер планетасы шар тәріздес. Ал адамдар неге онда жерден құлап түспейді? Өйткені балалар, жер планетасынан адамдардың құлап түспеу себебі бүкіл әлемдік тартылыс күші әсерінен екен. Балалар, осы бүкіл әлемдік тартылыс күшін ағылшын физигі Исаак Ньютон ашқан екен. Ол аңыз бойынша бұл жаңалықты бақшадағы алманың құлауын бақылай отырып ашқан екен. Ауырлық күші заттың массасына байланысты ма? Әрине, ауырлық күші дененің массасына тәуелді. Бірақ бұл дененің құлау уақытына әсер етпейді.
жер бетіндегі барлық дене массасына қарамастан бірдей құлайды. Ауырлық күші ғаламшарының ортасына қарай бағытталады, әрі дененің массасына байланысты болады. Бұл суреттерде ауырлық күші төменге қарай бағытталған нұсқалармен көрсетіледі. Балалар, сен білесің бе айдарына назарымызды салайық. Жерден ұшырылған жасанды серік ауырлық күшінің әсерінен оның айналасында ғана қозғалады екен. Балалар, ендеше бүгінгі сабақтан алған білімдерімізді тексеріп көрейік. Бейне жазбаны тоқтата тұрып, берілген пікірлер ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Ауырлық күші әсерінен денелер жерге тартылады. Бүкіл әлемдік тартылыс күшін Фернан Магеллан ашты. Ауырлық күші ғаламшарының ортасына қарай бағытталады, әрі дененің массасына байланысты болады. Ауырлық күшіне қар, бұршақ, жаңбыр секілді табиғат құбылыстары жатпайды. Ауырлық күші дененің құлау уақытына әсер етпейді. Балалар, орындап болсаңыздар, ендеше тексеріп көрейік. Ауырлық күші әсерінен денелер жерге тартылады. Ақиқат пікір. Бүкіл әлемдік тартылыс күшін Фернан Магеллан ашты. Жалған пікір. Ауырлық күші ғаламшарының ортасына қарай бағытталады, әрі дененің массасына байланысты болады. Ақиқат пікір. Ауырлық күшіне қар, бұршақ, жаңбыр секілді табиғат құбылыстары жатпайды. Жалған пікір. Ауырлық күші дененің құлау уақытына әсер етпейді. Ақиқат пікір. Ауырлық күші дененің массасына байланысты екенін білесіздер. Ендеше берілген заттарға ауырлық күшінің әсерін өсу ретімен орналастырайық. Бұл тапсырмада көріп тұрғандарыңыздай заттарға ауырлық күшінің әсерін өсу ретімен орналастырдық. Дұрыс жауап тексеріп көрейік. Жарайсыздар, тамаша жұмыс. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта ауырлық күшімен таныстық. Ауырлық күшінің білінуін мысал келтіріп, оны сипаттай алдық. Ауырлық күшін анықтау мақсатында эксперимент жүргізіп, қорытынды айта алдық. Балалар, үй тапсырмасы ауырлық күшіне анықтама құрастырып жаз және ауырлық күшінің бағытын сызып көрсет. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша SMS әдісі арқылы кері байланыс жасап өтейік. Бүгінгі сабағымыз сіздерге қызықты болды деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.